Алланың көркем есімдері 5 бөлім. Әл-Құддус. Қазақша мағынасы: түрлі кемшілік атаулыдан ада, кіршіксіз таза, өзі қандай мінсіз болса, күллі ғаламды да әрдайым таза ұстаушы, бүкіл қателіктен, ғапылдықтан, әлсіздіктен және түрлі кемшілік атаулыдан ада. Бұл сөздің түбірі құдыс, таза деген мағынаны меңзейді. Құддустың мағынасы да сондай. Алла ұлылығына жараспайтын күллі нәрседен мінсіз. Құддус әсірелеу, яғни Алла үстем және әдемілік сипаттар ұлы болған қасиеттері және әдемілігімен мақтаулы. Ал Құддус есімі 2 аятта кездеседі. Хашр сүресі 23 аят, Жұма сүресі 1 аят. Құддус Алла тағалаға қарайтын тұсымен ұлылығының мінсіздігін дәлелдейді. Өзінде кемшілік атаулыдан ештеңе болмағандығы секілді, ең кәміл сипаттардың да иесін және мінсіз, қасиетті ұлы жаратушыны көрсететін бір есім. Ол сондай бір жаратушы. Оны танысаңыз, міндетті түрде сүйетін боласыз. Оны сүйсеңіз, оған ертерек қауышуды ойлап күйіп өртенесіз. Егер де оны көретін болсаңыз, одан еш айырылмайсыз. Сонымен қатар жердегі және көктегі күллі нәзіктік, тазалық, мүлтіксіз үйлесім, тәртіп пен жүйе осы есімнің бірден бір шағылысы. Бұл ғалам үздіксіз жұмыс істеп тұрған бір фабрика және әрдайым толып босайтын бір сарай. Әсілінде осылай жұмыс істейтін фабрика мен сарайлар қоқыс қалдықтарымен, қазғандарымен, ластықтарымен жылдам ластанады. Егер қадағалап қарамаса және сыпырып тазаланып тұрмаса, ішінде тұра алмайтын жағдайға жетеді. Ал ғалам фабрикасы және жер жүзі сарайы үздіксіз жұмыс істеп, көп қалдық шығарып жатқанына қарамастан, соншалықты дәрежеде таза, айнадай жарық, пәк. Таза екендігі сондай, лас және зарарлы нәрселерден ада. Оның ішінде керексіз, пайдаға аспайтын бірде-бір зат және қоқыс табылмайды. Демек, бұл фабрика мен сарайға жауапты зат. Оны кішкентай бөлме секілді сыпырып тазалап ретке келтіріп тұрады. Әл-Құддус есімнің қасиеті: кімде-кім осы есімді күнде 100 рет оқитын болса, Алла тағала оны рухани кеселдерден сақтайды және уайым қайғыларынан арылтады. Я Құддус деп көп қайталаған жанды Алла тағала шайтанның тұзақтарынан қорғайды.